Міне Нұрмановтар әулеті баспаналы болып жатыр. Бұндай баспана алу қуанышы қаншама отбасыларға да жұғысты болуын тілейміз. Құрметті Айдын Нұры ұжымы, Айнұр Тұрсынбаева сіңлім, соның қыздары, мөлдір, баршаларыңызға мыңда бір алғыс айтамын. Көп жасаңыздар. Бүгінгі күні мына қадір түніне бізге үлкен қуаныш болды. Бір Алланың бізге берген жақсылығы деп ойлаймыз, сенеміз соған. Құда қаласа осы бүткіл мұсылман қауым, қазақ халқын бүгінгі қадір түнімен құттықтаймын. Баршаңызға Алланың нұры жаусын, қашанда Қазақстанымызда жақсылық болсын. Армысыздар көпшілік қауым, қазақ елі. Міне Құдайға мың шүкір, мына Рамазан айында Алланың нұры жауған айда үмітім сөніп, бармаған есігім, тесігім қалмай, бір айға да жетпей, міне Айнұр ханымға мың алғысым шексіз. Көмекшім, мына мөлдір сіңлім, күнді күн, түнді түн демей, звондап, қолдап, міне сеніңіздер Айдын Нұр қорына. Бір айға жетпей маған үйдің кілтін табыстап отыр. Міне мен осы жаңа үйім, жаңа қонысым. Оразаның соңғы 10 күнінде халықтың арқасында 10 күнде бір 10 баспана бергіміз келеді әрине. Сіздердің бізге деген 100 теңгелеріңіз ауадай қажет екендігін айтамыз. Көкірегімізде не бір сөздер сайрапты, бірақ толқығанымыздан айтамай жатыр. Мына жылап жатқан қуаныш көз жасы. Баршаңызға рахмет. Мына бір алғыс.